адамның жаңағындай еңбегі жемісі бұның барлығы. Өзімізге келетін болсақ, жаңағы енді шет жағасын көзіңіз жетті-ау деп ойлаймын енді, иә. Өйткені мен басқа қалаларда болдым. Мен Оралда болғанда Бақтияр наоборот Алматыда болды. Сөйтіп осылай отыра алған жоқпыз, яғни. Жақсы ма? Енді міне мен өткен эфирде Алматыда болдым. Ана как раз мені қашып кетті дейтінде дердің адамдар айтпақшы, айтып жүрген мен қашып кетті деп көргенсіздер. Вот. Мінекей, енді не бар тағы? Ондайда болған. Біздің офистерге барып айтыпты ғой. Сіздер учредительдерім қашып кетті деп. Мекемелерде сондайда адамдар жұмыс істейді. Так, хорошо. Бұған енді сәл уақыт керек. Сондықтан біздер не тоқталдық? Бұл айтқанда жақсыларым результатты көрдіңдер. Көрдіңіздер ғой. Не себептен біздердің қалай үйді алып беріп отырмыз? Яғни бұл айтқанда тырнақтап, жинап, жан-жақтан алып отырық. Вот. Сол себептен бәріміз бұл жерде бірігу керек, бәріміз бұл жерде қазір түсіну керек, қорықпау керек. Жаңа бір айтпақшы, біздерден ешкім ештемеміз тарту алмайды. Мына Атырау халқы қазір маған ашулануда. Жаңағы арген сөзіне тұрмай, үй берем деді ғой деп. Бауырлар, қайсысын алып берем, қай ақшаға алып берем? Егерде өзіміз сол жаңағындай төлейтін ақшаны төлемей отырсақ. Мен түсінем, жаңағы 24 мың адамның ішіндегі 11 мың адам төлеп отырған, олардың ашуын түсінем. Бірақ қазіргі жағдайды төлемеген адамдарды да бұл айтқанда кінәлауға болмайды. Өйткені расында Атыраудың өзінде қаншама адам жұмыссыз қалды. Мысалы біздерге заявление келеді. Жұмыссыз қалдым, сол себептен мен договорымды жаңағындай приостановление қоясыздар ма дегендей. Әрине қоямыз, амал нешік? Қайда барамыз қоймағанда? Өйткені бұл деген анандай не емес қой? Отговорка емес. Біреудің өтірік айтып отырған сөзі емес. Бұл мемлекет дәрежесінде болып жатырған жағдайлар, әлемдік дәрежеде болып жатырған жағдайлар. Міне шықты. 12.362 адам пайы өзін ұсталды. Енді қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Міне. Фокусировка мен қолыма кетіп қалды. Міне. 12.362 адам. Бірақ сіздер білесіңдер, октябрьде 14.045 операция болды дедік қой. Бірақ 12.362 адам төлеген. Бұны мыңнан білуге болады. Мысалы, группировка жасаған кезде бір адам 2 операция жасаған міне. Міне, көрдіңіздер ме? Адамның атын көрсетті. 790.600 теңгеге первоначальный взнос болар екен. Себебі мұнда біздер қарап отырсақ, мысалы, бір адам 2.700.000 бұл жаңағындай немен салған адамдар ғой. 1.100.800 теңге. Көрдіңіздер ме? Мысалы, 2 миллион салған адам 6 рет салғанды. 6 операция жасаған. 6 рет, яғни. Бірақ біздерде соның бәрін 14 мың операция деп белгілі болды. Біздер сіздерге мына жерден түсініксіз ол, мысалы. Сондықтан жаңа анандай түсінікті нәрсені көрдік, ал мына уже чистый мынандай болмайды ма оны көрсетуге? Компетенция. Конфиденциальный нәрселерді бұлай кішкене көрсете алмаймыз екенде. Әне бұл уже айтишниктің өзінің жаңағындай несі. Жақсы, хорошо. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұның цифрларын орысша қайталау қажет жоқ сияқты деп ойлаймын. Өйткені енді цифрларды қазақша айтсаң да, орысша айтсаң да бәрі бір цифр ғой деп ойлаймын да. Сондықтан давайте вступительный взносты қарап шайық. Қызық қой да ақша санаған. Давайте. Маған өзіме қызық ақша санаған. Бірінші қараша. Қараңыздар, біздерде мысалға бірінші қараша, ноябрь.
Бүгін 19-ы ғой. 20-сы. 20 деп қойайық. Вступительный взносты көрейік. Қанша адам салған? Қазір кішкене күтуге тура келеді. 1073 операция. 1073 операция. Операция дегенде жаңа түсіндік, Операция дегенде жаңа түсіндік. Біреулер 200 мыңдап салады, біреулер 50 мыңдап салатында бар. Міне қараңыздар, бәрі ойлайды, 200 мыңдап адамдар салып жатыр ғой дейді. Жоқ, олай емес. Көрдіңіздер ме? Адамдардың, халықтың ондай көп ақшасы жоқ негізінде. Яғни льготный программа, мынау 50 мың теңге льготный программа. Көрдіңіз бе? Мысалға деген 1, 2, 3, 4, 5 мысал көрдіңіз бе? Көп. Көрдіңіз бе? 50 мыңнан салған адам көп та. 200 мыңдап салған. 200 мыңнан да, бірақ көрдіңіз бе? 50 мыңдап салған адамдар бар да. Бұл не демек? Фокус жоғалып кетті. Вот. 80 мың, 40 мың салғандар да бар. 800 теңгеден де салғандар бар, көрдіңіз бе? 250 теңге. 250 теңге. Бұл жаңағы операция. Бұл жаңағындай бірнеше рет бір адам салады. Хорошо, 145 теңге салған деген сияқты. Ең соңында түс, общий. Кешірім сұрайын. Енді I'm sorry деп жатыр негізінде, орысша. Қайттан шығарамыз бар. Хорошо. Жалпы, міне, жағдайларымыз осылай. Яғни біздер деген енді 24 мың адам деп қуанып отырық қой. Бірақ ол 24 мың адам бәрі салғанда еді. Не болушы еді? Жақсы ма? Соны ойлайық. Яғни, қараңыздар, 24 мың адамның жартысы ғана салып отыр. Яғни біздер қазіргі таңда 270 квартира бердік. Енді соны 2 есе көбейтсек, 500-ден асады. Ал біздер өткен айларды санайтын болсақ, 6 айды. Онда біздер қазір 3000-шы очерктен де асып кететін едік, жақсыларым. Осыны дұрыс білейік, осыны дұрыс түсінейік. Әне бұл жерде менің қолымда арген үй бермейді дейтіндей, арген юбка киіп алған, арген сөзіне тұрмайды дейтіндей, яғни мен біреудің үйінен барып, сен пай өзін төле деп, жұлып қалтасын алып салып барып терминалға салмаймын. Жақсы ма? Соны біліңіздер. Менің кейде сізге голосовойларым жетеді, төленіздер, төлемепсіздер деген. Ол да бар, ондай да бар. Мінеке. Общий түскен ақша 131 миллион. Вступительный взнос. Яғни бұл вступительный взносты біздер деген қалай айтамыз? Ол не? Қандай ақшалар? Қайда кетіп жатыр ол ақша? Вступительный взнос білесіздер. Аренда помещений, зарплата, реклама. В основном осы 3 нәрсеге осының бәрі жойылады. Жақсы ма? Осының бәріне жойылады. Содан қалған ақшаға уже үй алынады. Сондықтан біздерде қараңыздар, 70 операция, бұл айтқанда 67 үй осы айда 67 үй алдық. Бір автокөлік алдық. 2 үйге салуға ақша бөлдік. Бір үйді рассрочка алып атық дегендей операциялар бар. Ал түскен ақша мысалға оған аз келеді. Сол жетпеген ақшаны біздер вступительный взностан қиып отырамыз. Статистика бар. Мына жерде енді так.